Құрбан айт. Қандай күн? Арапа күні дегеніміз не, құрбандық не үшін жасалады? Құрметті оқырман. Міне жарқыраған көктем айларда бітуге жақын, алда жадыраған жаз келеді. Осы масатыдай құлпыратын жазның алғашқы маусымның 6-7-8-і. Қасиетті Құрбан айт. Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының шариғат және пәтуа бөлімі 2025 жылғы діни күндер кестесін бекітті. Құрбан айт 6-й маусым күні басталады. Бұл туралы Стан.kz ақпарат агенттігі хабарлайды. 2025 жылғы Құрбан айттың 3 күні 6 маусымнан 8 маусымға дейін белгіленген. Арапа күні дегеніміз не? Арапа күні. Бұл күн Зүл-хижжа айының 9 жұлдызында Құрбан айттан бір күн бұрын болады, яғни биылғы жылы Арапа күні 5 маусым күніне түседі. Арапа, араб тіліндегі білу, түсіну деген мағынаға саятын Арафа етістігінен шыққан. Ибрахим мен баласы Исмайылдың құрбандық оқиғасы. Ибрахим алейхиссалам пайғамбар өзінен кейін халықты тура жолға бастайтын ізгі ұрпақ сұрап, көп жыл бойы Алла тағалаға жалбарынған елі. Бұл тілегі әбден қартайып, ұрпақ сүюден үміті үзілген қарттық шағында қабыл болды. Зарыға күткен перзенті сондай тәтті, қылықтары да тым сүйкімді ұлы Исмайыл өзіне қолғабыс етуге жарап, қуанышы мен көзайымына айналған кезде оған өте қиын сынақ келеді. Бұл оқиға былай баяндалады. Бұл күннің Арапа күні деп аталу себебі, Зүл-хижжа айының 8 күні Ибрахим пайғамбар түсінде құрбандыққа баласын Исмайылды шалу жайында түс көреді. Алғашқыда көрген түсін жай түспе әлде аян ба деп ойлаған ол ертесіне, айдың 9-ына тағы көреді. Осыдан кейін оның Алладан келген аян екенін біледі. Осы себепті бұл күнді Арапа деп атап кеткен. Белгінің жаратушыдан келгеніне көз жеткізген Ибрахим пайғамбар бұл белгіні орындауға бекемденді. Не де болса нар тәуекел. Алланың берген жаны Аллаға аманат. Баласына мейірлене көз тастады. Көңілі толқып, жүрегі елжіреп қоя берді. Әттең-ай, бала деген мұншалықты ыстық болар ма? Жоқ. Шайтанның азғыруына көнбеген жөн. Ұлы жаратушы әмірі қайткенде де сөзсіз орындалуы тиіс. Көңілін көптен қобалжытқан жайды баласына ретін тауып айтпақшы болып оқталғаны сол еді, тұтығып, тілі күрмеле берді. Ақыр соңында тәуекелге бел буды. Балам түсімде Алланың әмірімен сені құрбандық шалуға ниеттеніп, бауыздайын деп жатыр екем. Бұған не дерсің? Дейді. Балас әкесінің ойын түсінді. Жүзіне тесіле қараған күйі, әкетай, еш тартынба. Хақ тағаланың бұйрығын не болса да орында. Мен де сабырлылық, шыдамдылық танытармын. Тәуекел ет деді қасқая. Әке мен бала бұйрықтың басқадан емес, ұлы жаратушыдан келгенін жете ұғына білді. Сол үшін де қыңқ деместен кессең мойны міне деп пышаққа түсті. Әттең, қанша қайралса да пышақ өтпей қорғылды. Сонда да жалтармады. Алланың әміріне толықтай мойынсұнды. Соңында сын-сынақтан да сүрінбей өтті-ау. Алланың өзі аян білдірді. Әй, Ибрахим! Сен көрген түсіңе адалдық таныттың. Міндетіңді орындадың. Исмайылдың орнына құрбандық ретінде шаларсың деп қошқар түсірдім. Біз жақсы құлдарды осылайша марапаттаймыз. Иә, Алла тағала сынағаны болмаса Исмайылды құрбандыққа шалуды қаламады. Ол тек Ибрахим пайғамбардың өзіне адалдығына, әмірін қалтқысыз орындауына тәнті болуды қалады. Нағыз тәуекел ете білудің үлгісін паш етті. Әйтпесе, Алла тағалаға сойған малдардың еті мен жүні де қажет емес екені белгілі. Алла тағалаға құлының ақ адал ниеті мен кең пейілі ақ жеткілікті. Ибрахим пайғамбардың кезінде құрбан шалу қажылықтың бір шарты ретінде сүннетке айналып, соңғы елші Хазірет Мұхаммедке де, саллаллаху алейхи уәсәләм, жетті. Осы кезден бастап құрбан шалу қажылықтың бір рәсімі ғана емес, бүкіл мұсылман жұртшылығына ортақ құлшылық түріне айналды. Бұл күні қажылық парызын өтеуге барған кісілер түс ауғаннан кейін ертеңгі, айт күні, таң намазына дейінгі аралықта Арафат тауына бір мезет тұрақтайды. Арапа күні таң намазынан бастап құрбан айттың 4-ші күні екінді намазына дейінгі 23 намазда еркек әйел барлық адам парыз намаздардан кейін сәлем бере сала Аллахумма әнтә сәлам дұғасын оқымай тұрып уәжіп болған тәшрих тәкбірін оқуы керек. Тәшрих тәкбірі: Аллаху әкбар, Аллаху әкбар, ла илаха иллаллаху валлаху әкбар, Аллаху әкбар уә лиллахил хәмд. Мағынасы: Алла ұлық, Алла ұлық. Алладан басқа құдай жоқ, және Алла бәрінен де ұлық. Алла ұлық әрі күллі мадақ мақтаулар тек Аллаға тән. Ораза ұстау. Арапа күні ораза ұстау қажет, сүннет амал. Өйткені ораза нәпсі тәрбиесінің негізі. Хадистерде Арапа күні ораза тұтудың сауабы мол, және күнәларымыз кешірілетінін жеткізген. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уәсәләм: Арапа күні ораза тұтушыға адам пайғамбардан, яғни алғашқы адамнан қиямет сырнайы үрленгенге дейін өмір сүрген бүкіл адамдар санының 2 есесіндей сауап жазылады деген.
Тағы бір риуаятта момындардың анасы Айша радиаллаху анха Масрукқа: "Ей Масрук, сен Расулуллахтың саллаллаху алейхи уа сәллям арапа күні оразаны 1000 күнмен салыстырғанын естідің бе?" деді. Байхақи, Табарани. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уа сәллям арапа күні ұсталған ораза 1000 күн тұтылған нәпіл оразаға тең. Табарани деген. Арапа күні ораза тұтқан адамдардың 2 жылдық күнәлары кешіріледі. Бірі өткен жылғы, екіншісі келер жылдың күнәлары, яғни осы күні тұтылған ораза өткен және келер жылда жасалатын тәубелердің қабыл болуына себепші болады. Муслим. Дұға жасау. Алла елшісі саллаллаху алейхи уа сәллям: "Дұғаның абзалы арапа күнінің дұғасы, және мен әрі менен бұрын болған пайғамбарлардың айтқан дұғаның абзалы, Алла тағаладан өзге тәңір жоқ. Ол жалғыз. Оның серігі жоқ. Иелік және мақтау Алла тағалаға тән, әрі ол барлық нәрсеге құдіретті. Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху лахул мулку уа лахул хамду уа хуа аля кулли шайин қадир" дегенді 100 рет айтқанда бұл сөздер күні бойы шайтаннан қорғайды. Құрбан айт. Қандай күн? Бабамыз Ибрахимнен бастау алған құрбан айт ұлы күн болып саналады. Құрбан айт күні барлық мұсылман халқы ерте тұрып, таза киімдерін киеді. Хош иістеніп, мешітке барады. Ең бастысы, құрбандыққа мал сойып, адамдар бір-біріне жақсы сөз айтады, құрмет көрсетеді. Мінеки, мұсылман баласының игі амалдары артатын күннің бірі осы құрбан айт мейрамы. Құрбан айт мейрамының тарихы. Қазақ халқының алғаш рет құрбан айтты тойлау туралы деректер тарихи құжаттарда қазақ жерінде 1926 жылға дейін Рамазан айт 3 күн, құрбан айт 3 күн, Наурыз 1 күн ресми мереке ретінде тойланғаны жазылған. Құрбан айтты тойлау және құрбан шалу салты орталық Азияға ислам дінінің келуімен байланысты. Аллаға құрбандықтың еті де, қаны да жетпейді. Аллаға сендердің сенімдерің ғана жетеді. Алла сендерді тура жолға салушы, ал сен оны өзіңнің ізгі істерімен қуандыр делінген Хаж сүресінің 37-ші аятында. Құрбандыққа мал шалу дәстүрі қалай пайда болды? Бұл дәстүрдің тарихи тамыры тереңде жатыр. Құрбан айт Алланың Ибрахим пайғамбарға жіберген сынағынан кейін пайда болған. Ибрахим пайғамбардың сүннетті ретінде жалғасқан осы бір ерекше құлшылық бүгінгі күнге жетті, әрі бұдан кейін де жалғаса бермек. Ендеше, құрбандық шалудың мәні және оған қатысты жаңа мәселелер туралы бүгінгі мақаламызда кеңірек сөз етпекпіз. Ислам дінінде құрбан шалу туралы хижри 2 жылы бұйырылған. Алла тағала бұйырғандықтан ардақты Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәллям оны бұлжытпай орындаған. Расулалла мүйізді 2 қошқарды жетектеп әкеліп, бүйірімен жатқызып, бисмиллахи, Аллаху акбар деп өз қолымен бауыздағаны мәлім. Бұлардың бірін өзімен отбасының атынан, екіншісін үмбетінен құрбан шалалмағандардың атынан шалған. Әрі құрбан шалуды өмірден озғанға дейін үзбей жалғастырған. Қоштасу қажылығында болса 100 түйе құрбандыққа шалған. Бұлардың 63 жылдық жасына лайықтап есептесе, өзгелерін шалуды басқаларға тапсырғаны тарихтан белгілі. Құрандағы бұйрық. Қасиетті Құранның Кәусар сүресінде тек Раббыңның разылығы үшін намаз оқып, құрбан шал делінген. Бұл оның Алланың бұйрығы ретінде жағдайы барларға уәжіп екенін білдіреді. Имам Азғам Әбу Ханифа оны уәжіп деп қарастырса, Шафиғи секілді кейбір имамдар оны сүннет деп қарастырған. Ал осы құрбандық шалу кімге парыз? Бірінші, мұсылман болуы. Екінші, ақылды және балиғат жасына толуы. Үшінші, құрбан айт уақытында жолаушы болмауы. Төртінші, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болуы. Нисап мөлшері 85 грамм алтын яки соның құнына тең келетін ақша. Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп болуы үшін нисап мөлшеріне жеткен малға 1 жыл толу шарт емес. Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет ету керек. Өйткені малды ғибадат үшін соятыны секілді, тек қана ет үшін де союға болады. Мұндай байлық мөлшері қолында жоқ адамдарға құрбандық шалу міндет болмағанмен, жағдайы келсе, құрбандық шалуына рұқсат. Құрбан шалудың дұрыс болу шарттары. Шалынған мал дұрыс болу үшін мына шарттар қажетті. Бірінші, уақыт. Құрбан малды шалу уақыты құрбан айттың 1-ші күні таң ағаруынан бастап 3-ші күні күн батқанға дейінгі аралық. Осы мерзім аралығында құрбан шалынуы тиіс. Бұл уақыттан тыс құрбан Алла тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Алла тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар деген. Өйткені адам қандай жақсы амал істесе, ниетіне қарай оның сауабын алады. Ислам ғұламалары айтқандай, адамның азғантай амалын ниеті көбейтеді, ал көп амалын ниеті азайтады. Бұл, ниетті үнемі түзеп жүру қажеттігін аңғартатын тағылымды сөз. Осы ретте пайғамбарымыз Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уа сәллям ниеттің маңызына қатысты айтқан мына хадисі көп нәрсені меңзеп тұр. Сендерге бір нәрсе айтамын, жақсылап түсініп алыңдар. Дүниеде 4 түрлі адам бар. Біріншісі, Алла өзіне мал мүлікпен білім берген адам.
Бұл кісі мал мүлкін Алла жолында жұмсайды, туыстарына қарайласып, байлығы мен дүние мүлкінде Алланың ақысы бар екендігін біледі. Бұл ең жоғарғы дәреже. Екіншісі, Алла өзіне білім берген, бірақ мал мүлік бермеген адам. Бұл адам жақсы ниетпен, егер менде де байлық болса, менде оны Алла жолына жұмсайтын едім деген ниетте болады. Бұл кісі де осы ниетінің жемісін көреді. Нәтижесінде бұл екеуінің алатын сауабы тең болады. Құрбан қай уақыттан бастап шалынуы тиіс? Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні, айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Үзір себептерге байланысты құрбан айт намазына бара алмай қалған адамның намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. Пайғамбарымыздан саллаллаху алейхи уа сәллям құрбан шалудың уақытына байланысты бірнеше хадис риуаят етілген. Бәрі Ибну Азибтің риуаяты бойынша, Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уа сәллям, біздің бұл күнде алғашқы жасайтын ісіміз намаз оқу, сосын қайтып келіп құрбанымызды шалу. Кім осылай істесе, біздің сүннетімізге ергені. Ал кім бұдан бұрын құрбанын шалатын болса, бұл құрбанының отбасына берген еттен айырмашылығы жоқ. Бұның құрбан болуы мүмкін емес делінген. Басқа бір хадисте, кім намаздан бұрын құрбанын шалса, қайтадан шалсын деп, намаздан бұрын шалынған малдың құрбандыққа есептелмейтінін ескертеді. Құрбандыққа шалынған малдың еті мен терісі қалай үлестіріледі? Бай болсын, кедей болсын, құрбан айтта шалған құрбандығының етін жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату мұстахаб. Бір бөлігі туған туыс, көршілеріне бай болса да сыйға тартылады. Екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала-шағасына беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға болатыны сияқты, түгелдей өзінің отбасына қалдыра алады. Аллах тағала Құран кәрімде құрбанның еті турасында былай дейді: құрбанның етінен өздерің жеңдер әрі міскіндер мен кедейлерге жегізіңдер. Хаж сүресі 28 аят. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уа сәллям шалған құрбанның етін қалай таратқандығы турасында Ибну Аббас былай деп риуаят етті: пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уа сәллям шалған құрбандығының 3/1 отбасына, 3/1 кедей көршілеріне, қалған 3/1 садақа ретінде тарататын. Уәжіп болсын, нәпіл болсын, құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақ басын және сүтін сату мәкрух. Құрбан малының аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа ретінде беріледі. Құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қасаптың ақысы ретінде төлеуге болмайды. Хазіреті Әлидің былай дегені риуаят етілді: Аллахтың елшісі саллаллаху алейхи уа сәллям, түйелер құрбандыққа шалынған уақытта басында тұруымды және терілері мен жүндерін таратуымды әмір етті. Олардың ешбір нәрсесін қасап ақысы ретінде беруге маған тыйым салды. Қасап ақысын біз өзіміз береміз. Муслим, Хаж 348 деді. Қуаныш пен шаттықта айт барша мұсылмандардың мерекесі болғандықтан, оны еңбектеген баладан еңкейген шалға дейін сезінуі тиіс. Сыйлықтар таратылып, мерекелік мәдени шаралар ұйымдастырылуы абзал амалдардан. 100-ден аса ұлт өкілі тұрып жатқан еліміздегі әрбір азамат осы мерекенің лебін сезінуі қажет. Ұлтаралық, дінаралық байланысты күшейту мақсатында айт мейрамына орай құттықтаулар таратылып, арнайы дастархандар жайылады. Бір-бірлеріне сыйлық беріңдер, сүйіспеншіліктерің артады деген хадисті негізге алған қазақ даласында қонақ кәдесі, сүйінші, байғазы, тағы басқа адамдарды жақындыққа апаратын амалдар көп. Солардың бірі айттық сұрау. Айт мерекесімен құттықтап, айттық сұраған жанды қазақ бетін қайтармай қолда бар сыйлықтарын аямаған. Міне бұл ғасырлар өте дәстүрге айналып, бүлдіршіндер үшін айттың бір керемет көрінісі болып есте қалған. Намаз біткен соң мұсылмандар қол алысып, төс қағысып, бір-бірін айт мерекесімен құттықтайды, жақсы тілектерін айтады. Ренжісіп қалған ағайын туыс, жора жолдас бір-бірінен кешірім сұрап жарасады. Ал әйелдер қауымы үйде қазан асып, дастархан жайып, айттық шай әзірлейді.